Қарлығаш пен Дәуіт. Бір күні қарлығаш жардың қуысына ұя салып балапан шығарыпты. Анасы күнде балапандарына жем әкелуге кетеді екен. Балапандары оны тағатсыздана күтіп шырылдап отырады екен. Сол күндердің бірінде қарлығаш жем әкелуге кеткенде оның ұясына бір сұр жылан өрмелеп барады екен. Қарлығаш оны көріп, арашашы, яғни балапандарын құтқаратын жануарды іздейді. Ол ұшып көкекке барады. «Көкек, маған көмектесе көр, балапандарымды жылан жейін деп жатыр», дейді қарлығаш ентігіп жылап. Көкек айтады: «Мені бүркіт қонаққа шақырған, уақытым жоқ», деп кетіп қалыпты. Сосын қарлығаш ұшып қарғаға келеді. «Қарғажа, маған көмек бере көр, балапандарымды жылан жегелі жатыр», дейді жылап тұрып. Қарға қарлығашқа бұрылып қарамастан: «Мен үйленейін деп жатырмын, мазамды алма», деп кетіп қалады. Амалы қалмай қарлығаш жылап отырады. Бір уақытта Дәуіт жылап отырған қарлығашты көріп не болған сұрайды. «Неге жылап отырсың?» Қарлығаш Дәуітке қарап: «Менің балапандарымды жылан жегелі жатыр, көмектесетін ешкімді таппадым», дейді. Дәуіт ойланбастан: «Мені тезірек жыланға апар, мен саған көмектесемін», дейді. Қарлығаш бұған сенбейді. Бірақ қарлығаш қанатына Дәуітті отырғызып, ұясына қарай ұшады. Дәуіт жыланның үстіне секіріп түсіп, көзін тырнап тістеп жерге лақтыра салады. Жылан ағаштан өліп құлап түседі. Қарлығаш Дәуітке көп алғысын айтады. Сол кезден бастап қарлығаш пен Дәуіт дос болып, ұяда бірге өмір сүріпті. Міне, әрқашан да бәріне көмектесу керек. Сен оны танисың ба, күшің жетпей ме, бәрібір. Сол жақсылығың бір күні өзіңе қайтып келеді. Соңы.